достар, қалдарың қалай? Бүгін сендерге үшінші видео, яғни Қытайдан тікелей тауар тапсырыс беру посредниксіз деген видеоның жалғасы. Өткен видеоны көрмеген болсаңыздар, ссылкасын қойып қоямын, сол ссылкаға басып кіріп көрсеңіздер болады. Яғни өткен видеода Қытай складына дейін келген уақытты, қанша уақытта келді, және трек кодты қалай аламыз, соның бәрін көрсеткен болатын. Енді бұл видеода трек кодты тексеріп, қанша уақытта, яғни грузыңыз, яғни товарыңыз қай жерге жеткенін көріп отыратын, яғни сол жайында көрсететін боламын. Яғни қазір мен товарым уже қолыма келіп тиді, яғни мен алдым уже қолымда, яғни келіп маған келді товар уже. Не, уже жасап қойдым. Мен осындай затқа тапсырыс бергем, не уже келді маған. Қазір енді трек кодты копировать етіп алайық. Қазір мен трек кодты қай жерін тексеруге болады, соны көрсетемін. Яғни мына осындай сайт, яғни поставщиктің өздерінің кез келген поставщикпен келісім шартқа отырған кезде осындай өздерінің трек кодын, яғни тексеріп отыратын сайттар болады. Сол сайттан осы трек кодты теріп, тексеріп отырсаңыздар болады. Мысалы, өткен видеода менде мына қатарда тұрған еді. 12-сі күні, яғни сол күнге дейін болған, ал астындағылар уже информация жоқ еді. Яғни бұл информация күнделікті, мысалы, 2 күнде бір ауысып отырды, яғни товар отгружен, яғни 14 күні товар уже неге машинаға тиелді, яғни таможняға кететін. Одан кейінгі күн товар через 4 дней будет на границе дейді. 15 күні уже маған хабар келді, яғни 15 күні статус өзгерді осылай. Яғни 4 күннен кейін товарыңыз границада болады деп. Сосын әр күн азайған сайын осылай 3 күннен кейін жетеді, 2 күннен кейін жетеді деп осылай статус өзгеріп отыр. Яғни проверь деген сайын осылай өзгеріп отырады күн сайын. Сосын 18 күні соңғы күн болды. 18 күні уже товар Қытай мен Қазақстан границасына жетті. Яғни мен 10 күні тапсырыс берген болсам, 10 апрель күні. Жолға олар шықты 14 күні. 14 күні шыққан болса, міне 18 күні 4 күн жолда жүрген. Міне Қытайға 18 күні Қытайдың шекарасына, Қытай-Қазақстан шекарасына жетіп келді 18 күні. Одан кейін таможняда тұрды біраз. Бүгін 29 болса, 25 күні Алматыға келді. Яғни 25 күні Алматыға сіздің товарыңыз келді деп маған поставщиктер хабарлады. Алматыға 25 күн келген болса, сонымен олар ары-бері разборка анау-мынау жасаймыз дегенше 1-2 күн өтті. Сонымен олар посылканы мен барып алам дедім, мен барып ала алмай қалдым. Сонымен маған олар салып беретін болды. Сонымен кеше товарды салып жіберу керек еді 28 күні. Олар үлгермей қалды. Сосын бүгін таңертең 29 күн таңертең салып жіберді маған. Мен бағана кешке қарай талдықорғанға келді, мен алып товарды алып қайттым. Қысқасы енді доставка жайында айтайын. Доставкасы қанша болды бағасы, қаншадан есептелді, соны бәрін айтамыз қазір. Менде бұл товардың салмағы, мен мынандай заттардың, жаңағы көрсеткен заттың 4-3 заказ берген. Жалпы салмағы 3 кило 55 грамм болды. Яғни 3 килограмм 55 грамм болды, соны есептедік. Олар есептеп берді. Міне осындай не жіберді маған таблица. Яғни мен товарым, менің кодым 4378 деген. Мына апрель айына 1 килограмм товарға доставкасы $4.65 болды апрель айында. Менде 1 единица, яғни 1 коробкаға салынған барлығы, 4-еуде, сондықтан 1 деп есептелінді. Мына жерде килограмм, салмағы 3 кило 55 грамм болды. Соны есептеген кезде, 3 кило 55 граммды 4.65-ке көбейткен кезде $16.69 болды. Яғни бұл жерде 1% несі бар,
үстіне қосатын тағы бір кішкентай несі бар, комиссиясы сондай. Негізі қалай есептеп көрейік. 3-те 55 көбейткен 4-те 65. Менде жалпы $16 50 цент болып шықты. Олардың кішкене жаңа 1% қосқан кезде менде итог $16 69 цент болып есептелінді. Мен курс бағасымен есептедім. Сол төлейтін күні доллардың курсы мен жағдайымда қандай болды? 16 69-ды көбейтеміз. Менде сол күні есептеген кезде долларда 456-да 60 болды доллар курсы. Осымен есептедім. Менде 7620 теңге доставкаға кетті. Доставка кеткенде сол Алматыға келген кездегі доставкасы солай болды. Яғни 3 кило 55 грамның. Ал енді мен оларға айттым, мен Алматыға бара алмаймын, маған Талдықорғанға салып бересіздер ме деген. Иә деді. Ол кезде осы бағаның үстіне тағы 500 теңге қосасыз деді онда. Сосын мен 500 теңге қостып, 8120 теңгені оларға аудардым. Сонымен доставканың бағасы осыншаға түсті. Ал енді олар маған Талдықорғанға салып жібереді. Салып жібергеннен кейін жаңағы алып келіп берген адамға еще тағы ақша бердім. Оған 1000 теңге бердім. Сонымен қосамыз 1000 теңге, яғни қаланың ішіне дейін, яғни Талдықорған қаласына болса, сол Талдықорған қалаға дейін әкеліп бергені 1000 теңге болды. Сонымен ол жалпы тауар қолыма тигенге дейін 9120 теңге төледім. Яғни доставка 9120 теңгеге кетті. Енді доставкасы етіп қарасақ, тауардың бағасынан да көбейіп кетті. Өйткені тауардың бағасы менде 8100 теңге болған еді. 8100 теңге болды. Енді осы доставкамен қосқан кезде міне қазір қосайық 8100. Міне 17220 теңге. 17200 теңге да. Міне солай осы тауардың бағасы, яғни 4-штігі 17100-ге сай келді. Солай достар, тауарды осылай тапсырыс беріп алдырсаңыздар болады. Осылай қолға келіп жетті. Тапсырыс беретін адамдар болса телефон нөмірді астына қойып қоямын, WhatsApp арқылы хабарлассаңыздар болады.